Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам дайындалатын салаттың жасалу жолын ұсынамын. Мерекелік дастарханға, қатерлі қонақтарға ұсынсаңыздар болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео қызық болса, соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға ұзынша етіп туралған шұжықты саламыз. Тұздалған қиярды саламыз. Алдын ала барлығын турап дайындап алдым. Жұмыртқаны саламыз. Сонан соң жүгеріні саламыз. Оның үстіне майонезді саламыз. Менің каналымда үй жағдайында жасалған майонездің жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да салаттардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Дайын болған салатты ыдысымызға видеодағыдай ортасына орын қалдырып саламыз. Ортасына қытырлақ нанды салатын боламыз. Қаласаңыз барлығын дастарханға араластырып ұсынсаңыз болады. Мен қытырлақ нанды араластырмай ортасына саламын. Қытырлақ нан жұмсап кетпей ұзаққа тұрады. Енді ортасына қытырлақ нанды саламыз. Мен қытырлақ нанды үй жағдайында жасадым. Қаласаңыз дүкендегі қытырлақ нанды пайдалансаңыз болады. Ең оңай, ең жылдам салаттың бірі, сіздерде жасап көріңіздер. Мінекей достар, өте дәмді салатымыз дайын. Кез келген мерекелік дастарханға, қатерлі қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.